Сіздермен ақша табу каналы бүгінгі бейнероликта мен $10 таптым, соны сіздерге қалай тапқанымды көрсететін боламын. Егер де мен істеген әрекеттерімізді қайталап істесеңіз, сіз де $10 таба аласыз. Сондықтан өзіңіздің аванс лайкыңызды басып кетіңіз және де каналға тіркелуді міндетті ұмытпаңыз. Сосын айта кетейін достар, бұл ақша табу жолы кейбіріне ұнайды, кейбіріне ұнамайды. Таңдауларыңыз өзіңізде. Қазіргі сәтте мен яғни мына iPhone проектінің каналына кірейін. Бұл өздерінің официальный YouTube каналдары. Не үшін көрсетіп жатырмын? Себебі мен мына жақта менің бір видеоролигімді жібердім. Бұлар осы каналға салды. Кішігірім жүгіртіп өткізіп көрсетіп жіберейін сіздерге. Мен осы 600 депозит жасадым, и соның арқасында қазіргі сәтте мен $200 таптым. Қазіргі сәтте менде $470 доступно тұр. Басамын. Міне достар, қазір сіздің команда қосылсаңыздар бұл. Яғни достар, мен өзім обзор жасадым. Осы проектіге 1 минут 27 секунд түсірдім. Қысқаша қалай шығарғанымды көрсеттім. Сол үшін маған $10 төленді. Сізге депозит жасамау өте без разницы. Сіз әшейін тупо өзіңізді селфи ретінде түсіріп, видео түсіресіп, яғни отзыв туралы айтсаңыз болады. Яғни iPhone проект жақсы или шындық ретінде өзіңіз айтсаңыз болады, мынандай десеңіз де сізге ешқандай қарсы болмайды, видеоны сізді қабылдайтын болады и сізге $10 жіберетін болады. Міне достар, осы кейбір адамдар енді өздерін камера көрсеткісі келмейді, тем более осындай проектлар жібергісі келмейді деген сияқты все-таки ой болады. Сондықтан енді сіздерге өздеріңіз білесіздер, менің парызым сіздерге айту. Мысалы, мына бір видео кірейік, яғни бүкіл мемлекет осыларға жіберіп жатыр. Міне қараңыздар, бұл әшейін айтып жатыр. Қай елдікі? Венесуэла дейді. Осы адам айтып жатыр, просто iPhone проект күшті, ол мынандай деп. Сіз де қазақша просто айта салсаңыз болады, сіздікін қабылдайды и потом сізге гарантиямен $10 жіберетін болады. Негізі бұл жерде не үшін бұл видеоларды қабылдап жатыр десеңіздер, $10,000 розыгрыш болып жатыр. 27 декабрьда анықталады. 30 адам, только бір адам $10,000 алатын болады. Оны қалай анықтайды? Рандомно емес, просмотр, комментарий, отзывтарына қарап, и бір адамды таңдайтын болады осы видеолардың арасында. Сондықтан, если что, осы видеоны көріп, кішкене үлестеріңіз қосып кетсеңіздер болады. $10,000 теңге тауып атсам, әрқайсына ақша тарататын боламын. Сондықтан, шанс жоқ сияқты деп ойлаймын бұл жерде, өйткені 27 декабрьға әлі қанша уақыт бар. И бұның бір себепкері, мысалы, бұл проект енді 23 точно істейтін болады. Сондықтан, әлі ойланып жүрген адамдар болса, кірсеңіздер болады. Бірақ та достар, соңғы ақшаларыңызды никогда құймаңыздар, только артық ақшаңыз жатса, яғни қаяққа құртқыңыз келмесе, 2 еселегіңіз келсе ақшаңыз, сол ақшаларды салсаңыздар болады. Жалпы қазіргі сәтте темадан алыстап кеттік. $10 қалай табу керектігін дальше айтайын. Тағы да бір жақсы жаңалығым бар. Яғни мен айтып жүрген проекттің қазіргі сәтте зеркальный ссылкасын жасады, точнее, и сол қазір VPN-сіз арқылы кіре бересіздер Қазақстан мемлекетінде. Ол үшін міне, мысалы, қазір көріп отқан видеоның астына ссылка тұр, дайын. Мен өзім основной аккаунтына көрсетейін. Мына Апок Манийда на екінші видео кірсек, мен ссылкасын уже ауыстырып қойдым, рабочий ссылка, яғни без VPN кіре бересіздер. Покупай товары со стикером и участвуй в розыгрыше подарков с 12 по 30 сентября в Технодом. Осы рекламалар бітпейді енді. Осы реклама көрген үшін мен авторский право алып қалмайын тағы да. Так, қараңыздар. Ссылкасын кірем, яғни сіздің осы көріп отқан видеоның астында ссылка тұрады, мен сайт дегенді басам, яғни қазір без VPN-сіз қазір кіретін болады. Мені қараңыздар, өйткені аяқта .biz деген қосты, соның арқасында қазір ссылка рабочий болып тұр. Маған жақсы өте қатты ұнады, каждый раз кірген сайын VPN қолданып жүрген, қазір без VPN қолданатын болдым. Так, бұл жерде сіздерге егер енді кіріп отсаңыздар, регистрация жасайсыздар, регистрациясы қиын да емес, өзіңіздің аты тегін жазасыз, пароль қайталайсыз, телеграм нигін қалдырып кетсеңіздер болады, и солай толтырасыздар. Регистрация өткеннен кейін өздеріңіз личный кабинетіңіздеріңізге кіретін боласыздар.
Бұл 10 долларды алу үшін сізге міндетті түрде аккаунт ашу керек, себебі сіздер өздеріңізді реферальный кодтарыңызды жіберетін боласыз. Яғни реферальный ссылка дегенде соны жіберетін боласыздар. Қазір сәтте что-то ойланып қалды, күте тұрайық. Кіру керек міндетті түрде. Пауза қоя тұрайын. Міне достар, кірдім, все-таки интернет кішкене слабо етеді, яғни өзі сайттың өзі кішкене слабый жұмыс істейтін болады. Просто зеркальный болғаннан әлі толықтай бұны ойластырған жоқ сияқты менің ойымша. Енді қараңыздар, дальше не істейміз? Мына жақта Телеграмның екінші несі тұр, екінші сурет тұр. Именно осыны басамыз. Бірінші тұрған емес, қазір көрсетіп кетейін. Мына өрді басамыз. Осыны басамыз. И мына жақта Русиян деген таңдаймыз. Яғни бұл не істеп жатырық десек, сол же поддержкамен бізге сөйлесу керек. Яғни бізге бағана видеоны жіберу керек. Егер сіздер видео түсіресіздер, бір 30 секундтық iPhone проектінандай деп айтасыздар да, одан кейін видеоларыңыз дайын болғаннан кейін не істеу керексіздер? Мыналарға жазасыз, немесе бірден на email почтаға жіберсеңіздер болады. Не жібересіздер? Мына жақта оқып кетейін. Я по поводу конкурса деп едім. Маған не жіберу керектігін осы көрсетіп жіберді. Яғни вашу реферальную ссылку, ваш отзыв, ваш кошелек для получения и выплаты USDT. Так, осы emailға, мына қараңыздар, осы emailға сіздер өздеріңізді бағанағы iPhone проекттағы реферальный ссылкаңызды жібересіз. Біріншіден, екіншіден отзыв деген, яғни видео отзывты жіберетін боласыздар. Үшіншіден, өздеріңіз USDT кошелектарыңызды жіберетін боласыздар. Яғни Binance, егер де 18 жасқа толмасаңыздар, Pair, там MetaMask, трасс-валеттерді қолдансаңыздар болады. Яғни бұл жақта USDT 320 керек. Так, мына жақта ава керек емес, өздеріңіз білесіздер. Кейбіреулер жібереді екен, кейбіреулер жібермейді екен. И қашан жауап береді деп сұрасам, оны негізі 1-2 сағаттан жауап береді. Рабочий күндер, ал жұмыс емес күндер, яғни суббота, воскресенье, сол күні жауап береді. Бірақ та ұзақ. Мысалы, мен воскресенье сөйлескен болдым, сондықтан ұзақ болды. Бір 5 сағаттан ответ қайтарды, яғни 5 сағаттан маған $10 салып жіберді, және сіздің видеоңыз жүктейтін боламыз деді. Жалпы бұл видеоны қанша уақыт тұрады? Ну, примерно проект жабылғанша болып тұрады. Потом проект жабылғаннан кейін примерно все, видеоңызды удалить етіп тастайтын болады. Сондықтан бұл уақытша сіздің видеоңыз. Ну, проект енді 2024-ге дейін істей алады деген бар, бірақ та кім біледі, ертең не болады, ешкім білмейді, ешкім нақты ештеңе айта алмайды. Сондықтан осылай көрсеңіздер болады. Егер де түрлеріңізді көрсетуге ұялмасаңыздар, онда міндетті түрде түсір көрсеңіздер болады. Ал егер де ұялсаңыздар, онда келесі бейнероликтарды күтіңіздер. Сіздермен мен болған Апок-мани. Какой там Апок-мани? Сіздермен мен болған Апок, ақша табу каналы. Сау саламатта болғанша.